Билал радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай жақсы көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін Мединеде қала алмады, қиналды. Бұлай жүрсе пайғамбарымыз жүрген көшелер есіне түседі, бұлай жүрсе пайғамбарымыздың тұрған жері мына жаққа қарсы, яғни барлық көшенің қуыс-қуыстары, барлық жерлері пайғамбарымызды есіне түсіріп тұрды. Сөйтіп қиналып бар Абу Бәкір радиаллаху анхуға айтты, мені жіберші деді. Жоқ, қайда барасың, барма деді. Жоқ, мен қала алмаймын деді. Егер сен мен кезінде Алла разылығы үшін азат еткен болсаң, онда мені жібер деді. Егер өзің үшін азат еткен болсаң, онда алдында қарыздарым мен қалайын деді. Жоқ, мен сен Алла разылығы үшін азат еткен едім, құлдықтан кете бер деді. Сөйтіп шығып кетті Мединеден. Омар радиаллаху анхудың дәуірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қаласын, пайғамбарымыздың мешітін сағынып, пайғамбарымызды сағынып Мединеге келді, зиярат етіп. Сонда Хасан Хусейндер алдынан шықты, пайғамбарымыздың немерелері. Ей Билал, пайғамбарымызға кезінде азан айтып беретін едің ғой. Солай бір азан айтшы, пайғамбарымыздың кезін есімізге түсірейік деді. Сонда Билал радиаллаху анху азан айтып, ашхаду анна Мұхаммад Расулуллах деген сөзге келген кезде пайғамбарымыз есіне түсіп ары қарай жалғастырамады. Ашхаду анна Мұхаммад Расулуллах деп тоқтап қалды. Бүкіл сахабалар, Мединедегілер көшеге шығып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заман естеріне түсіп, бүкіл Медине сол кезде жылады.